Сәлем достар, бүгін сіздермен классический мадлен печеньесін жасаймыз. Мына жерде бізде шекерге лимон цедрасын салдық. Енді мына жерде екі жұмыртқаны араластырып аламыз. Шекерді үстіне құйып араластырып, еріген сары майымызды құйып, үстіне ұн мен разрыхлитель барлығын салып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын бұл массаны кондитерский мешокқа салып, холодильникке 2 сағатқа жібереміз. Алдында дәл осылай етіп мен мадлен печеньесін жасаған болатын, бірақ ол рецепт дұрыс шықпай қалды. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер, жақсы шығады деген ойдамын. Духовкада 170-180 градусте 10-12 минут пісіріп аламыз. Негізі мадлен печеньесі в оригинале пупончик болып көтеріліп тұру керек. Қазір видеода көресіздер. Сосын классикалық мадлен печеньесінде обязательно лимон цедрасы жүреді. Бір лимонның цедрасын салыңыздар. Міне біздің печеньелеріміз уже дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.